Сәлеметсіздер ме оқушылар? Әліппе бірінші сынып, бірінші сабақ. Осы сабақта кездесетін жаңа тақырыппен танысайық. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сөйлеу және сөйлем деп аталады. Сабақты бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпа. Балалар, суретке назар аударайық. Суретте кімдерді көріп тұрмыз? Оқушылар және білімді ұстаз Ахмет Байтұрсынұлы. Ахмет Байтұрсынұлы ақын, мұғалім, шәкірт тәрбиелеуде тынбай еңбек еткен ұлы тұлға. Олай болса, ол кісі сіздерге қандай тілек айтады? Тыңдап көрейік. Қымбатты оқушы, білім жолындағы алғашқы қадамың құтты болсын. Тұңғыш әліппені жазған ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы былай дейді: балалар, оқуға бар, жатпа қарап деп білім алуға шақырған. Қолындағы әліппе сені оқу мен жазуға үйретеді. Осы оқулықтан әріптерді танисың, дыбыстардан сөз, сөздерден сөйлем, сөйлемдерден ойыңды білдіретін мәтін құрайсың. Алған білімің болашақта өзің үшін де, елің үшін де пайдалы екенін ұмытпа. Саған сәттілік тілейміз. Балалар, сонымен қатар, осы әліппені ұстаған күн бүгін қандай ерекше күн? Әрине, білім күні 1 қыркүйек. Олай болса, жаңа өмірге қадам басуларыңмен шын жүректен құттықтап, әрі қарай білім алуда деген жолда сәттілік тілеймін. Біз сендерге сенеміз. Балалар, мына суретке назар аударайықшы. Бұл кімдер? Әрине, бұл оқушылар. Балалар, енді сендер оқушы болдыңдар. Білімге деген жаңа жол бастадыңдар. Яғни еркелікті бүгіннен бастап қойып, білім алуға деген құштарлығымызды одан әрі күшейтуіміз керек. Балалар, оқушылар қайда барады? Сендер қайда келіп отырсыңдар? Әрине, оқушылар мектепке барады. Ал мектепке біз не үшін барамыз? Мектеп бізге не береді? Мектепке біз білім алу үшін, тәрбие алу үшін барады екенбіз. Олай болса, мектепке баруға сен дайынсың ба? Егер де дайын болсаң, әрі қарай сабағымызды жалғастырайық. Балалар, білім туралы қандай мақал-мәтелдер білеміз? Осыған дейін естуіміз бар ма? Назар аударып көрейікші. Білімдіге дүние жарық, білімсіздің күні кәріп. Яғни, білімді болған бала тек қана биіктерден көрінетіні анық. Ал білімсіз болсаң, өмірің қараңғылықта өтетінін ұмытпа. Алтын алма, білім ал. Балалар, сіздерге қаншама ақша ұсынып тұрса да, сыйлық ұсынып тұрса да, сізге таңдау берсе, бірінші кезекте білім алуға деген құштарлық болу керек. Білімді болған адам ғана тек үлкен жетістіктерге жете алады. 7 жұрттың тілін біл, 7 түрлі білім біл. Тек қана, бір ғана алған біліммен тоқтап қалмай, әр түрлі жолда, әр түрлі елдерден, әр түрлі бағытта білім алуға тырысу керек, балалар. Бірақ бірінші кезекте өзіміздің ана тіліміз қазақ тілі екенін ұмытпайық. Олай болса, балалар, жаңа өмірге қадам басуларымен шын жүректен құттықтап, 1 қыркүйек білім күні құтты болсын. Сіздерге тек сәт сапар тілейміз. Олай болса, сіз де оқушы болып келдіңіз бе? Жаңа ортаға дайынсыз деген ойдамын. Енді балалар, сен мектепке келдің, сабақта отырсың. Сен бүгіннен бастап кім болғаның? Әрине, бүгінгі біздің тақырыбымыз осыған саяды. Сен оқушысың. Яғни бүгінгі біздің тақырыбымыз, балалар, мен оқушымын деп аталады. Оқушы қандай болу керек? Ойланып көрейікші. Тәрбиелі, тәртіпті, алғыр, білімді, білімге құштар, зерек және ұқыпты болуы тиіс. Қолындағы әліппені
ұқыптылап ұстау керек балалар. Сол әліппе арқылы білім алуға, құштар болуға тиіспіз. Осы кезекте мектептің ережелерін сақтауды да ұмытып кетпейік. Ал сен, балалар, не істей алайсың? Осы уақытқа дейін не істеп үйрендің? Біз, балалар, қарым-қатынас жасай аламыз. Анамызбен сөйлесе аламыз, отбасымызбен сөйлесе аламыз. Қазір қасыңда отырған досыңмен де сен қарым-қатынас жасай аласың. Яғни әңгімелесіп сөйлей аласың, өзіңе керек нәрсені сұрай аласың, сұраққа жауап бере аласың. Ойыңды біреуге жеткізе аласың. Өзімізге не керек екенін ұғындыра аламыз. Ал осы қарым-қатынас жасау не арқылы жүзеге асады, балалар? Әрине, сөйлеу арқылы жүзеге асады. Ал сөйлеуді біз не арқылы құрастырамыз? Сөйлемдер арқылы құрастырамыз. Бүгінгі біздің екінші тақырыбымыз осы сөйлеу және сөйлемге байланысты болады. Балалар, оқулығымыздың бірінші бетіндегі мына суретке назар аударайық, осы сурет бойынша әңгімелесейік. Бұл суретте балалар білім алуға, білім күні мектепке келіп отыр. Бұл мұғалім. Ал бүгін балалар қандай күн? Тағы да бір рет есімізге түсірейікші. Әрине, білім күні. Ал суретте не бейнеленіп тұр, балалар? Мына суреттерге назар аударып көрейікші. Бұл ненің бейнесі? Әрине, суретте еліміздің нышандары, елтаңба, әнұран, ту бейнеленген екен. Балалар қайда келіп отыр? Балалар мектепке білім күні білім алуға келіп отыр. Мұғалім балаларға не түсіндіріп жатыр деп ойлайсыңдар, балалар? Нені көрсетіп тұр? Осыған тоқталайық. Бұл біздің еліміздің нышандары. Бірінші кезекте Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы. Бұл тудың авторы суретші Шәкен Ниязбеков. Осы туға назар аударыңыздаршы, балалар, ненің суретін көріп тұрмыз? Күн, құран, бүркіт және ою-өрнектер. Яғни Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздерінің бірі болып танылатын ту екен. Мемлекеттік тудың ортасында 32 сәуле тараған күн бейнеленген. Яғни бұл біздің елімізде күніміз ашық болсын, күніміз ешқашан сөнбесін, бейбітшілік болсын деген мағынаны білдіреді екен, балалар. Күннің астында қалықтаған дала қыраны, яғни бейбітшілікте, тәуелсіздікте өмір сүру үшін дала қыранын бейнелеп қойған. Және Қазақстанның мемлекеттік ою-өрнектері бейнеленген. Келесі суретте Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы. Ол мемлекеттік рәміздеріміздің бірі болып саналады. Елтаңбаның негізгі бөлігі ол шаңырақ. Ол елтаңбаның жүрегі іспеттес. Шаңырақтан шыққан оқтар күн арайларын еске салады. Шаңырақты салу бекер емес, балалар, ол біздің отбасымызды білдіреді. Отбасымыз аман, еліміз, жұртымыз бейбітшілікте ғұмыр кешсін деген мағынаны білдіріп тұр. Екі жағында құран тұлпар, ол дала дүлдүлі, әрбір ер азаматтың сәйгүлігі, желде ескен жүйрік болсын деген мақсатпен осы тұлпарларды бейнеленген. Сонымен қатар 5 бұрышты жұлдыз бейнеленген. Ол елтаңбаның тәжі іспеттес болып тұр. Әрбір адамның жол нұсқайтын жарық жұлдызы болсын деген мағынада. Үшінші кезекте мұғалім бізге әнұранды көрсетіп тұр. Олай болса, мемлекеттік әнұранымызды барлығымыз орнымыздан тұрып, шырқап көрейік. Тамаша, балалар, әнұранды барлықтарыңыз біледі деген ойдамын. Мұғаліммен бірге отырып, әнұранды шырқауға шақырамын. Енді, балалар, өзіміздің сөйлеу және сөйлем тақырыбына оралайық. Суреттер бойынша сөйлем құрастырайық. Біз жаңа айттық, өз ойымызды сөйлеу арқылы жеткіземіз, ал сөйлеу сөйлемдер арқылы жүзеге асады. Бірінші суретке назар аударайық. Анасы және баласы, олар не істеп отыр? Сөйлем құрастырып көр. Әрине, Арман балаға ат қоюға болады. Анасымен кітап оқып отыр. Келесі сурет бойынша сөйлем құрастыр. Қандай сурет бейнеленген?
Балалар не істеп жатыр? Олар қайда бара жатыр? Осы сұрақтарға жауап бере алсаң, сөйлемде құрай аласың деген ойдамын. Әрине, балалар сабаққа бара жатыр. Мына суретке назар аударайықшы, балалар. Бұл күндердің суреті. Олар не істеп отыр? Біздің өміріміздегі ең маңызды мүшелер олар кімдер? Әрине, отбасы. Бұл отбасы мүшелері. Отбасы мүшелерін есімізге түсірейік. Ең бірінші ата, әже, әке, ана және балалар екен. Осы сурет бойынша сөйлем құрастыр. Отбасы түскі ас ішіп отыр. Отбасы балалар көңілді ме? Назар аударайықшы. Әрине, олар бір-бірімен сөйлесіп, бүгінгі күннің қалай өткенін бөлісіп жатыр деп ойлаймын. Осындай сұрақтарға жауап беру үшін бізге балалар сөйлем құрай алу керек екен. Олай болса, енді жаңа сөздерге байланысты, суреттерге байланысты құрастырған болсақ, енді сызбаға сәйкес сөйлем құрастырып көрейік. Бұл сызбалар нені білдіреді? Балалар, мынадай сызба болса, бұл бас әріптен басталады деген сөз. Одан кейін мына екі сызба екі сөзден тұратын сөйлем дегенді білдіреді. 1, 2, 3 сөзден тұратын болса, 3 сызбадан тұратын болса, 3 сөзден құралған сөйлем. 1, 2, 3, 4 сызба тұр төменде, яғни 4 сөзден құрауымыз керек болады. Бірінші сызбаға сәйкес сөйлем құрастырып көрейік. 2 сөзден тұрады. Мысалы, мен келдім. Немесе сен келдің, немесе Айгүл келді деп құрастыруға болады. Өзің қалаған 2 сөзді ала аласың. Енді осы 2 сөзге тағы да сөздер құрастырып толықтырайық. Мен келдім. Мен қайда келдім? Мен мектепке келдім. Келесі сызбаны толтырайық. Мен келдім. Мен қайда келдім? Мектепке келдім. Қашан келдім? Кеше немесе бүгін келдім деп құрастыруға болады екен. Егер де балалар әліппеде осындай сызба берілетін болса, мен секілді құрастыра аласың. Балалар, сонымен бүгінгі сабағымыз сіздерге түсінікті болды деп ойдамын. Бүгінгі сабақта сен сөйлем және сөйлеу деген тақырыптарды меңгере алдың деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау бол.